Менің атым Венера Солтыбаева. 58-ші жылғымын. Пенсияға сол 2016-да шықтым. Содан бастап КМФ-пен жұмыс істеп, осы бастап жатыр. Мен бірінші 700 мың теңге алдым. Жартысы енді стройкаға кетіп жатты, жартысы өзім тігін мата білесіздер ғой, фурнитура кетіп жатты. Бұл бөлмеде біз киім тігеміз. Бізде енді қазақтардың әйелдері қазір қазақи киімдер, осындайлар тігеміз. Бұны мен көбінде интернеттен оқыдым. Мен басқа салада жұмыс істегем. Сонымен үйреніп тігіп жатырмыз. Енді көйлектеріміз бар. Цехта өзімнің таныстарым қалай заказ береді, өздерінің ойларын алып келеді, мен сол ойға қосыламын да, солай тігіп беремін. Мінекей мына жерде жаңағы үлкен закройный столымыз болады мына жерде. Оның бәрі мебель заказ беріп қойдық. Енді мынау енді сондай енді планымыз енді 2015-тің аяғы 2016-да толық аштық. Негізінде екі-ақ бөлме болған. Bir жағы цех, bir жағы магазин болған. Басында қиын болды, мен өзім басқа салада жұмыс істегем ғой. Жаңағы өтпейтін товарларымыз да болып қалды. Қазір мен өзім қай мысалы клиентім не алатынын мен білем. Ал енді магазинді енді ұлдарым көмектеседі. Сатушы алған жоқпыз, басқа ешкім. Өзіміздің саудамыз, өзіміздің тірлігіміз, өзіміздің қолымызда. КМФ-қа рахмет айтам. Сіздердің арқаларыңызда біз де сол көтеріліп, солай жүре берейік енді, бір-бірімізге демеу болып. Қазақстанымызды өсіп көтермесе кім көтереді?